2023 жылдың маусымына дейін қиындықтар болады. Нумеролог Қазақстанның болашағын болжады. Қазақстанды болашақта не күтіп тұрғаны туралы белгілі нумеролог психология ғылымдарының докторы Клара Кузденбаева және профессор ғылым докторы Владимир Кузнецов айтып берді. Нумерологтың айтуынша Қазақстанда жаздың басына дейін аумалы төкпелі кезең болады. Жаздың ортасынан бастап барлығы біртіндеп қалпына келе бастайды. Қазіргі таңда әлемдегі жағдай қиын. Қазақстанға қатысты айтатын болсақ, 2023 жылдың маусым айына дейін бірқатар қиындықтар болады. Одан кейін барлығы тұрақтанады. Қандай жағдай болмасын, Қазақстан көп нәрсеге лайық. Басшылыққа ақылы толысқан адам келді. Нумерология бойынша президент ретіндегі рөлі ерекше бағаланады. Соңғы жағдайлар мұны дәлелдеді. Репрессия қоныстандыру кезінде Қазақстан көптеген шетелдіктерді қабылдаған еді. Қазір де солай болып жатыр. Тарих қайталануда, дейді Клара Кузденбаева. Нумеролог қазіргі уақытты халықтың бірігуі, бір-біріне қолдау көрсетуі маңызды екен айтты. Қиындық үнемі болған және болады. Ең бастысы халық бірігуі керек. Ешқандай провокацияға жол бермеу қажет. Халық біріккенде ғана алға жылжуы болады. Барлығы адамның өзіне байланысты. Бірінші кезекте сабыр қажет. Сондықтан өзімізден бастауымыз керек. Қазіргі жағдайды болжау мүмкін емес. Нумерология жеке адамды зерттегендіктен, егер елдің басшысы жоғарыда болса, халық та жоғарыда болады. Тағы да барлығы жеке тұлғаларға байланысты, дейді Клара Кузденбаева. Ал Владимир Кузнецов алдағы уақытқа жақсы болжам жасады. Мен 4 жыл бойы Қазақстан бойынша болжам жасап жүрмін. Барлығы сай келеді. Қазіргі таңда жамандық көріп тұрған жоқпын, дейді Владимир Кузнецов.